Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін оқырманым қойған сұраққа жауап бергім келіп отыр. Осындай қысқа видео арқылы, яғни нейтрон санын табу дейді. Атом бізде протон, нейтрон, электрондардан тұрады деп айттық. Мысалы кез келген элементті алайық. Мысалы алюминийді алайық, иә? Алюминий элементі, көріп тұрғандарыңыздай, оның атомдық массасы 27-ге тең, ал реттік нөмірі 13. Осы алюминийдің жаңағы атом құрылысын жазайық. Яғни протон, нейтрон, электрондарын жазып көрсететін боламын. Мінекей мен мысал ретінде алюминий элементін алдым. Алюминий элементінің атомдық массасы 27-ге тең. Және оның реттік нөмірі 13. 13 деген, яғни мынау кестеде тұрған реттік нөмірі. Протон, нейтрон, электронын табу өте оңай. Ешқандай формуланы жаттаудың да қажеті жоқ, просто түсініп алу керек. Мына жерде протон плюс зарядты, электрон минус зарядты, төбесінде минусы бар. Ал нейтрон бізде 0, яғни заряды жоқ, бос бөлшек. Бұлай жаттап алсаңыздар болады, яғни әрқашан плюс пен минус тең болады деп жаттап аламыз. Сол кезде мынау реттік саны, яғни реттік нөмірі бізге осы плюс минустың мәні 1 болады. Яғни реттік саны бізге протонды береді, және де электронды береді. Ал нейтронды табу үшін мынау өзінің массасынан, яғни атомдық массасынан осы реттік санды азайтамыз. Сол кезде бізде нейтрон саны шығады. Осылай сіз тез түсініп айырып алсаңыз болады.